Қазақ әуесқой боксында тағы бір шу көтеріліп келе жатқан секілді. Әйелдер боксында өнер көрсетіп жүрген екі дүркін әлем чемпионы Қаракөз қарындасымыз Назым Қызайбай журналистерге қазір болып жатқан жағдайда бүкпесіз жариялады. Оның сөзінше жекелеген азаматтар өз боксшыларын тықпалап, оны ұлттық құрамадан ысырып тастауды көздеп жүрген көрінеді. Бұл Болгария мен Түркиядағы турнирлерден кейін анықталған. Мен 51 келі салмаққа ауысқалы өзіме қатысты бір түрлі қадамдар жасалынып жүргенін сезінетімін, бірақ үнсіздік сақтап келдім. Ал Болгария мен Түркияда өткен турнирлерден кейін менің болжамым растала басталған секілді. Екі турнирде де мені жеңіп тұрған жермен аяқтан шалды. Соңғы Түркиядағы турнирде ширек финалда жеңілдіргендеріне қарамастан қарсылас болған қыз өзі келіп жеңілгенін айтты. Ол екеуміз төрешілерге барып осын айтқанымызда олар еш нәрсе өзгерте алмайтындықтарын білдірді. Мен айқын жеңіп тұрған кездесуімде қарсыласқа қалайша 4-1 мен жеңісті берген? Түсінбеймін. Болгарияда да осындай болған еді. Сосын осы жайттарды саралай келе, біз екі турнирде де супервайзерлер Молдова мен Украинаның өкілдері болғанын білдік. Олар біз жақтың адамдармен жақсы таныс. Менің жеңілісім шет елдіктерден емес, өзіміздің өкілдерімізден келгенін анық білдім, дейді Қызайбай. Мен ол адамның кім екенін жақсы білемін, бірақ атын айта алмаймын, өйткені қолымда дәлел жоқ. Менің орныма кімді тыққылап жүргені де белгілі. Ол Ангелина Лукас, дейді боксшы қыз. Ангелина Лукас құрамада 3-ші номерлі боксшы болып келді, бірақ ол оңтүстік Қазақстан облысы атынан шыға бастағалы көтермелеу басталып кетті. Қазақстан чемпионатында да мені онымен жолықтырмау үшін жеңіп тұрған жерінен жеңілдірді. Мына екі турнирде де оны құлақтан жоғары сүйреп, мені төмендетуде. Бұл біздің спортты кейін тартар анық. Үкіметіміз елімізде спортты дамытуда барлық жағдайды жасауда. Алайда кежегесін кейін тартатын кейбір азаматтар бар. Өкінішке орай олар өз арам пиғылдарын еш кедергісіз жасап жатыр. Бірақ біз оларға еш нәрсе жасай алмаймыз, деп Назым Қызайбай бар ызасын сыртқа шығарды. Сондай-ақ қарындасымыз кәсіпқой бокс тақырыбында қозғап қалды. Бір кездері Головкин де осындай кедергілерге тап болып олимпиададан ұта алмады. Сосын кәсіпқойға ауысып ең сәтті боксшыға айналып шыға келді. Кейде сол секілді қолды бір сілтеп кетіп қалсам ба деп ойлаймын. Менде ол жақтан бірнеше ұсыныстар бар. Бірақ олимпиадаға бару арманын мен жерге таптай алмаймын. Қолымнан келгенше таласатын боламын, дейді ол. Біз қарындасымызға арманына жетуін тілейміз, алайда бұл қиын-ау. Өйткені қалыптасқан жүйені бұзу күрделі. Бізде қандай спорт болмасын таныс арқылы ғана көтерілуге болады деген әңгімені еңкейген қариядан 5-тен бел шыққан балаларға дейін айтады. Өйткені мұндайдың бары рас. Бірақ оны оң жолға түсірер ешкім табылмай тұр. Бір өкінішісі міне осы да. Материал Вести.кз сайтынан алынып аударылғанын айта кетейін. Толық мәтінді сол жерден оқып білулеріңізге болады. Бір кездері әуесқой бокстан өз болашағын көре алмай, кәсіпқойға жап-жас шағында ауысып кеткен Батыр Жүкембаевта олимпиада чемпионы болу арманы болмады дейсіздер ме? Әрине болды. Тура осы арман оны бокс залына алып келгеніне де менің еш күмәнім жоқ. Бірақ мұнда жолы болмады. Неге? Белгісіз. Ол нашар боксшы болды дейін десек, неге кәсіпқойда толағай табыстарға жетіп жүр? Жақсы боксшы, бірақ кетуіне себеп болды ғой. Мұны мен жай сөз арасына қыстыра кеткен әңгіме ретінде ұсынып отырмын. Сол Батыр Жүкембаевты канадалық TheFightCity.com сайтының редакторы Захари Алапи IBF бойынша чемпиондыққа нағыз үміткер деп отыр. Жүкембаев өте мықты боксшы, оның шеберлігін көптеген мамандар мойындап жүр. Қазақстандық жылдан аса кездесу өткізбесе де, Ринг журналының рейтингіне үздік ондықтың қатарында. Ал басқа үміткерлер де жақсы, бірақ айтарлықтай жарқын емес. Батыр қазір жаңа командада. Оның жаңа жоспары мен стратегиясы бар. Оның таланты бірден байқалды. Енді ол өзінің бабының шыңына жақындап келеді. Ұзақ уақыт кездесусіз қалу әрине жақсы емес, есесіне ол қазір аш. Сонымен қатар ол бұл мүмкіндікті пайдаланып кету керектігін біледі. Мен оған сенемін. Белбеуге үміткер тура осы жігіт болады, дейді ол. Ертеректе біз Батырдың пуэрто-рикалық Сабриэль Матиаспен мамыр айында кездесу өткізетіндігін айтқан болатынбыз. Бұл сынның жеңімпазы IBF рейтингінде екінші сатыға көтеріліп, Луис Ритсон және Ереми Спонсы кездесуінің жеңімпазымен жолғады. Осылайша жолы болғаны ұйымның чемпиондық белбеуіне үміткер атанады. Алдағысын Батыр үшін 2020 жылдың қаңтарынан бергі біріншісі болмақ. Ол кезде Монреалда Батыр мексикалық Рикардо Лараны ұтып, жартылай орта салмақ бойынша WBA Континентал Америка және IBF Интерконтинентал белбеулерін қорғаған болатын. Ал ақпан айының соңында қазақстандық MTK Global менеджерлік компаниясымен келісімшартқа отырды. Бейне материал ұнады ма? Онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Сонымен қатар осы бейне материалды түрлі әлеуметтік желілер арқылы таратуларыңызды сұраймын. Уақыт тауып тамашалағандарыңыз үшін рахмет.
қазақ батырларының жеңіс жорықтары молынан болсын.